Енді өңше ешақбастар, өңше голубойлар жиналып алған ба? Бүкіл қазақтың тілі де Магнуммен әлек болып жүрсе, мына Астана қаласының әкімдігі голубойларға ақша беріп, голубойлар дамытамай сонымен әлек болып отыр екен. Астана әкімдігі гейлер арасында ВИЧ инфекциясы таралмау үшін 15 миллион теңге бөліп отыр. Оларда да инфекция тарамау үшін, соларға емен еркін медициналық қызмет алу үшін деп 15 миллион теңге бөліп жатыр. Неге қатты қамайды олар? Кімге керек, не үшін керек болып жатыр сендерге голубой? Ақша таппай квартирадан квартира қаңғырып жүргендерге, мына емге ақша таппай Қазақстан ішінде шетелді қоя бер, Қазақстан ішінде емге бара алмай жүргендерге неге сондай көңіл бөлмейді? Әлде Астана қаласының әкімдігінде өңше ешақбастар, өңше голубойлар жиналып алған ба? Біздің қолымыздан еш нәрсе келмейді. Бұрын мақтанатын еді, текті қазақтың ұрпағымыз деп. Қазір тексіз мазақ болып баратырмыз. Текті қазақ емес, тексіз мазақ болып баратырмыз. Кім көрінген ойнаған істеп жатыр. Тіліңгі анау мазақ болып, ешкім сен тіліңді қазақ екенін мойындағысы келмейді, бәрі орысша жүр. Енді мынау енді голубойлар қолдау деген, бұл енді сорақылық енді. Кеше біреу айтып жатыр, Магнумға бойкот жарияладыңдар, ал енді не өзгереді? Магнум пәленбай миллион салық төлеп отыр, сол салық төлемейді дейді. Шешеңді сыйлайын, не өзгереді? Тіліміздің тілімізді құрметтейтін адамның саны көбейеді. Шешең сыйлайын, не өзгереді дейтіндей, біздің тіл ол болмай қалған нәрсе емес. Біз осындай бойкот, мен риза болдым өзімше. Аллаға мыңда бір шүкір. Бауырлар, осындай алған беттен қайтпау керек. Біздің тілімізді құрметтеу керек. Біздің тілімізді әрбір елге келе жатқан адам ойлану керек, қайға келіп жатқанын. Біздің тілімізді өзімізге керек болмаса, анау қазақша сөйлемеймін, ана мынау деп жалып жаса жүрген сонда қазақ жігіт дейді ғой. Осындай шешең сыйлайын, мәңгүрттер бізді құртатын әкеңің ау. Елімізге келіп жатқан әрбір елші болсын, әрбір посол болсын, қайға баратырмын? Қазақстанға баратырмын. Қазақша үйренейін дейтіндей деңгейге біз өзіміз, сіздер мен біздер жеткізу керекпіз. Біз бәрін елімізде тұрып жатқан орыс бар, қанша көптеген ұлттар бар ғой, біз оның бәріне сен орысша сөйлеме, сен қазақша сөйлеуге міндетті емеспіз. Негізі олар сөйлеу, біз өзіміз сөйлеп алу керекпіз. Шешесіне рахмет, одан кейін олар сөйлейді. Біз өзіміз сөйлеп алып, мына көрші өзбек ағайындар магазинге жаңа Союздың кезінде орыстарды не бір бастықтарды көшіріп әкеп, магазинге келіп орысша сөйлесе түсінбей түріне қарап тұра береді деген. Сол үшін сол жаққа көшіп барған орыстар өзбекше сөйлеуге мәжбүр болды. Біз со деңгейге жету керекпіз. Бауырларымыздан сондай бір керемет нәрселерді алу керекпіз. Енді ағайындар, Магнум налог төлеп жатыр деген екінші мәселе, ол налог төлеп жатыр ма, төлеп жатқан жоқ па, оны бір Алла біледі. Бұндай алпауыт ірі компаниялардың бәрі налогтан қашып жүргені қаншама. Артында өйткені мықты кришасы бар, сол үшін оны да бүйтіп айту қиын өте.